Егер біреу менің бірінші сезон туралы видеомды өткізіп алса, сіздер үшін экранның оң жақ жоғарғы бұрышына сілтеме қойдым. Лайк басуды және YouTube каналыма жазылуды ұмытпа бауырым. Ал енді мен екінші сезонды бастаймын. Ол адамдар тығылып жүрген барлық қабырғалардың титаннан жасалғаны белгілі болған сәттен басталады. Бұл туралы Ник есімді діни қызметкер біледі. Ол сарбаздардан титанның бетін күн шыққанға дейін жауып тастауды сұрайды. Бірақ ол бұл туралы сөйлескісі келмейді. Тіпті қабырғалардың титаннан тұратын қайдан білгенін және неге оны ешкімге айтпағанын түсіндіруден де бас тартты. Сонымен қатар қабырғаның роза бөлігінде тесік пайда болып, титандар ішке кіргені туралы жаңалық жетті. Эрвин дереу бәрін жинап, апат орнына баруға бұйрық берді. Олар діни қызметкерді де өздерімен бірге алып, жерлерінің қандай ауыр жағдайда екенін көрсетіп, ақыры оны шындықты айтуға көндіреміз деп үміттенді. Армин мен Ханджи қабырғалардың қалай жасалғанын зерттеді. Ханджи Энни өзін жауып алған материал мен қабырға қалдықтарының бірдей құрылымы бар екенін анықтады. Демек, қабырғалардың ішінде титандар өздерін осы материалмен жауып қабырғаға айналған. Қабырғадағы тесікті бітеу үшін Эренге осы материалды қолданып, өзін жауып, тесікті жабуға бұйрық беріледі. Қалаға жеткенде Леви Никке үйсіз қалған адамдарды көрсетті. Ол осылайша діни қызметкерге қысым жасап, ақыры қабырғалар туралы шындықты айтуға итермелек болды. Жоспар жартылай іске асты. Ник қабырғалар мен титандар туралы айтудан бас тартты. Бірақ ол бұл құпияны сақтауға мәжбүр еткен бір қыз туралы айтып береді. Бұл қыз 104-ші кадет корпусында оқитын Криста болып шықты. Оны сол корпустағы эмир әрдайым қадағалап жүреді. Ол Кристаны қорғап қана қоймай, тіпті оған әскери полицияға кіру құқығын бермекші болады. Бірақ Криста барлау корпусына баруды жөн көрді. Осы кезде титандар 104-ші кадет корпусының мүшелері орналасқан жерге жетті. Олар бұл жерде қару-жарақсыз ұсталып, араларында титандар бар жоғын тексеру үшін бақылауда болған. Бірақ жоспар өзгерді. Әрқайсысына ат беріліп, титандардың шабуылы туралы жақын маңдағы ауылдарға хабар беруге жіберілді. Саша мен Кони бұл жерлерді өте жақсы білетін болып шықты. Өйткені олардың ауылдары осында орналасқан. Отряд тезірек әрекет ету үшін бірнеше топқа бөлінді. Ал Майк есімді көшбасшысы титандарды өзіне назар аудартып, олардың уақыт ұтуына мүмкіндік беру үшін артта қалды. Левиден кейінгі ең мықты сарбаз саналған Майк титандардың біразын жеңіп, шегінуге дайындалып жатқанда, оған кенеттен жануар тәрізді титан шабуылы жасады. Ол Майктың атын ұстап алып, оны Майкқа лақтырып жіберді. Ал Майк құлап титандардың қолына түсті. Бірақ кенеттен бұл титанды жануар титан тоқтатты. Айтқандай, бұл титан сөйлей алатын болып шықты. Ол Майктан қарулары туралы сұрайды. Алайда Майк шоктан ештеңе дей алмады. Сол кезде жануар титан оның ОПМ-ын алып өзі кетіп қалды. Ал қалған титандарға оны жеуге бұйрық береді. Бұл уақытта Саша өз ауылының қирағанын көріп, тірі адам таппай тек бір титанның қызының көзінше мамасын жеп жатқанын көреді. Саша оны құтқаруға тырысты, бірақ қолындағы балтамен титанды тоқтата алмады. Сондықтан ол қызды алып қашуға бел буды. Бірақ дәл осы сәтте оның аты үркіп қашып кетті. Титан жеген әйелін бітіріп, енді Саша мен қызға ұмтылды. Саша қызға өзін тастап кетуді бұйырып, ал өзі жебемен титанды көзінен атып, уақыт ұтуға тырысты. Ол мерген болғандықтан көздеп тигізді. Кейін ол қызды іздеуге аттанып, жолда өз әкесін кездестіреді. Әкесі ауыл тұрғындарымен бірге қызды тауып, барлық тұрғындарға ат таратып, оларды құтқаруға тырысты. Олар Сашаның атын да тауып, оны өз отрядына қайта оралуға көмектесті. Ал Конидің ауылы Сашаның ауылындай сәттілікке ие болмады. Ол өз үйіне жеткенде тірі адам таппады. Оның үйінің орнында қозғалуға қабілетсіз титан жатты. Бұл титан қалайша осында тап болды? Егер титандар ауыл тұрғындарын жеп қойса, неге бірде-бір қан тамшысы жоқ? Кони бастапқыда бәрінің қашып үлгергеніне сенгісі келді. Бірақ егер солай болса, неге титандар барлық үйлерді қиратқан? Және олар қалай қашты? Егер барлық аттар орында тұрса? Кониді уайымдатпау үшін отряд тұрғындарының аман-есен қашып кеткені туралы нұсқаны қабылдады. Сондықтан олар әрі қарай жылжыды. Алайда Кони кетер алдында оның үйінің үстінде жатқан титан оған әлденен айтқысы келгендей болды. Бұл титан Конидің анасын қатты еске салатын еді. Бірақ Райнер оның бәрі қиял екенін айтып, оны сендірді. Кейін олар қабырғадағы тесікті іздеуге кірісті. Қабырға Розаны зерттегенде ешқандай тесікті таппады. Сондықтан олар қайтадан тексеруге шешім қабылдады. Бірақ алдымен түнді қираған қамалда өткізбек болды. Алайда олар демалып үлгермеді. Өйткені жақын маңда жыртқыш титан жүріп жатқан еді. Ол Роза қабырғасынан асып өтіп, титандарға сарбаздарға шабуылдауға бұйрық берді. Бүкіл отрядтың ішінде ОПМ тек 4-еуінде ғана болды. Сондықтан олар шайқасқа қалды. Ал кадеттерге ішке жасырынып тұру бұйырылды. Бірақ ол жерде де қауіпсіз емес еді. Райнер қамалдың ішін тексеруге кеткенде оған бір титан шабуыл жасады. Бірақ басқа кадеттердің көмегімен олар оны жеңе алды. Алайда артынша Кониге тағы бір титан шабуыл жасайды. Оны Райнер құтқарып қалады. Бірақ осының кесірінен Райнердің қолын титан тістеп жарақаттайды және сындырады. Басқаларды құтқару үшін ол титанды құшақтап жерге секірмек болады. Бірақ Кони оған титанды төмен лақтыруға көмектесіп, өздерін құтқарып қалады. Ал бұл кезде титандармен шайқасқан сарбаздар ұзақ шыдамай түгел қаза табады. Жағдай өте қиын еді, өйткені қамал қирай бастайды. Ал титандар оларды жеп қоюға аз қалды. Дәл осы сәтте эмир Кониден пышақ беруін сұрап, титандарға қарай секірді. Ұшып бара жатып қолын кесіп титанға айналады. Райнер мен Бертольд оны жақын досын өлтірген титан екенін танып
қояды. Эмир кадеттерді қорғап титандармен шайқаса бастайды, бірақ жау саны тым көп еді. Сондықтан ол мұнараны титандардың үстіне құлатып, оларды басып тастайды. Бірақ бұл да көп көмектеспейді, өйткені титандар қайтадан Эмирге шабуылдап, оны жей бастайды. Дәл осы кезде дер кезінде жетіп келген барлау корпусы титандарды жойып, Эмирді қабырғаға алып кетеді. Сонымен қатар Кристаның жай ғана кадет емес екені анықталады. Оның шын есімі Хистория, ол патша әулетінің некесіз туған баласы. Осы себепті діндарлар оны өлтірмек болған. Тірі қалу үшін ол есімін өзгертіп кадет корпусына қосылған. Бұған қоса Ханджи біраз уақыт бұрын олардың арасында Энни мен бір жерден шыққан екі адам бар екенін анықтаған еді. Олар Райнер мен Бертольд. Бертольд өз кінәсін мойындамай үнсіз қалғандықтан бәрі олардың келісімде болғанын түсінді. Арвин мұны растады, себебі Титан қыз шабуыл жасаған кезде Райнер мен Бертольд Эреннің оң жақ қатарда тұрғанын айтқан еді. Дәл сол жерден Титан қыз шабуыл жасаған. Сондықтан оларды жертөлеге апарып, сол жерде тұтқындау туралы шешім қабылданады. Бірақ бәрі кетуге дайындалып жатқанда Райнер Эренді қасына шақырып, өзінің және Бертольдтың бұрындалған алып Титан екенін мойындады. Олардың басты мақсаты адамзатты жою болған. Бірақ Эреннің көмегімен бұған жол бермеуге болатынын айтты. Бар болғаны олардың туған жеріне бірге бару керек. Эрен мұны әзіл деп қабылдағанда кейіп танытып, оларды демалуға шақырды. Бірақ Райнер бәрін қазір шешпек болды. Сондықтан олар титандарға айналып, Эрен мен Эмирді ұстап алды. Алайда Эрен оңай беріле салмады. Ол да титанға айналып, бұрындалған титанмен шайқасқа шықты. Бұл кезде барлау корпусы қарап тұрмай алып титанға шабуылдайды. Бірақ оны өлтіру мүмкін болмады. Себебі ол айналасына қатты ыстық бу шығарып, жақындауға мүмкіндік бермеді. Енді бәрі Эренге байланысты еді. Бірақ Райнерді ол тесіп өте алмады, себебі күш жағынан ол әлсіздеу болатын. Мұны түсінген Эрен жалаң күшпен емес, жауынгерлік әдіспен күресуге көшті. Соның арқасында ол Райнердің қолын жұлып алды. Бірақ бұл оны тоқтатпады, себебі Эрен олардың басты нысанасы. Ханджи оған бұрындалған титанның аяқтарын сындырып, уақыт тұтып қашуды ұсынды. Алайда аяқтарына жете алмады. Керісінше Райнер оны қатты қысып, басын жұлып алмақ болды. Эрен жеңуге сәл қалған еді, бірақ Райнер оны итеріп жіберді. Дәл осы сәтте олардың үстіне алып титан құлап, Эрен жеңіліп қалды. Райнер оны аузымен тістеп қашып кетті. Бертольдтың құлауынан жанында тұрғандар ауыр жарақат алды. Сондықтан олардың артынан қуып кедергі жасау мүмкін болмады. 5 сағат өткеннен кейін ғана жаралылар есін жиды. Олардың қасына Эрвин мен барлау корпусы келіп, қабырға арқылы аттарды өткізіп, Эреннің соңынан қумақ болды. Ханджи осындай ауыр шайқастан кейін Райнер мен Бертольд қатты шаршағанын түсіндірді. Олар демалуға мәжбүр, бірақ титандармен кездесуден қашуы керек. Яғни олар титандар жете алмайтын жерге тығылу керек еді. Ханджи олардың биік ағаштар орманында жасырынатын болжады. Егер барлау корпусы тезірек жетсе, түнге дейін Эренді құтқаруға мүмкіндік бар еді. Өйткені түнде қарапайым титандар әрекетсіз қалады. Ал бұл Райнерге Эренді еш қиындықсыз алып кетуге таптырмас сәт. Райнер Эренді алып бара жатқанда асығыс болған сонша оның қолдарын тістеп жұлып алды. Сол себепті Эреннің қолдары біраз уақыт бойы қайта қалпына келе алмайды. Дәл осындай жағдай Эмирдің де басынан өтті. Райнер Эреннің ішінде қандай да бір координат бар екенін айтты. Сол үшін олар оны өз еліне жеткізуге міндетті болады. Бірақ бұл 3 жыл ішінде олар барлау корпусының сарбаздар ретінде өмір сүргендіктен Райнер мен Бертольд өздерін шынымен сарбаз сезіне бастады. Бұл жағдай Райнердің психикасына ауыр әсер етті. Олар өздерімен бірге Эмирді де ала кетті. Себебі ол жасаған істері үшін өлім жазасына кесілген болатын. Ол жетім қыз болған. Кішкентай кезінде оны діни қызметкер асырап алып, королева Эмир рөлін ойнауға мәжбүрледі. Дәл сол діни қызметкер оған Эмир деген есімді берді. Бірнеше жыл өткеннен соң шындық ашылып, бұл іске қатысы бар адамдардың бәрін қуғынға ұшыратты. Оларды күштеп титандарға айналдырып, қабырғадан тыс жерге тастап жіберді. Титан кейпінде Эмир 60 жыл бойы адасып жүрді. Сол уақыт ішінде ол Райнер, Бертольд және олардың досы Марсельмен кездескен еді. Ақыры ол Марсельді жеп қойып, адам кейпіне қайта оралды. Бірақ Марсель жақ сүйекті титанды басқару күшіне ие болғандықтан Эмир адам қалпына қайта орала алды. Олар өздерімен бірге Хисторияны да алып кету керек еді. Өйткені ол да олардың отаны үшін үлкен құндылыққа ие болатын. Бірақ оны кейінірек істеуді жөн көрді. Райнер Эренге қарсылық көрсетпеуін өтінді. Осылайша артық қан төгілмей олар түнде тыныш кетіп қалатын еді. Алайда барлау корпусы мен басқа жасақтар оларға жақындай бастаған болатын. Әрине Эрен оңай беріле салмайды. Ол тіпті қолсыз болса да Райнерді өлтіруге тырысты. Сол себепті Райнер оны тұншықтыруға мәжбүр болды. Олар Эмирмен бірге қашып кетті. Бірақ Эмир Хисторияны да өздерімен бірге алып кеткісі келді. Өйткені оны жалғыз қалдырғысы келмеді. Оны тыңдау үшін ол Бертольдқа кедергі келтіріп, оны өлтіремін деп қорқытады. Сондықтан олар оның талабын орындауға мәжбүр болды. Эмир титанға айналып, Хисторияны күтіп, оны аузына салып қашып кетті. Оларды Райнер күтіп тұрды. Ол бұрындалған титан кейпіне еніп, олармен бірге қашуға кірісті. Алайда Эрвиннің бастапқыдан ақ жоспары бар еді. Ол әскери полицияның көмегімен басқа титандарды Райнерге қарсы айдап салды. Эмир Хисторияны қасына алуды қалағандықтан олар жылдам қашып кете алмады. Ал бұл кезде Микаса оларды қуып жетіп қойды. Бірақ оған Эмир кедергі жасайды. Дегенмен Хистория оны Микасаға тиіспеу үшін көндірді. Бертольд пен Эренді қорғау үшін Райнер оларды бұрындалған
титан қолымен жауып тастады. Бірақ Микаса мен басқа кадеттер оның қолына өрмелеп шығып, Бертольдқа моральдық қысым көрсете бастады. Бертольд адамдарды өлтіру оның қолынан келмейтінін, жасаған ісіне қатты өкінетінін мойындады. Бірақ қанша тырысса да ол Эренді оларға бере алмады. Осы кезде Эрвин араласып титандарды олардың үстіне бағыттады. Бұл сарбаздарға Эренді құтқару үшін тамаша мүмкіндік берді. Сондықтан Эрвин бәріне шабуыл жасауға бұйрық берді. Алайда шайқас кезінде титандардың бірі Эрвиннің қолын жұлып алып, оны ауыр жаралады. Титандардың арасынан өту үшін Райнер Эрен мен Бертольдты қолмен бүркеуді тоқтатуға мәжбүр болды. Осыны пайдаланып Армин Бертольдқа Энниді барлау корпусы қатыгездікпен азаптап жатыр деп айтқан еді. Энни оған қатты ұнайтын болғандықтан Бертольд ашуға булығып қателік жіберді. Осы сәтті пайдаланып Эрвин Эренді босатып алды, ал Микаса оны көтеріп қаша жөнелді. Барлау корпусы тапсырманы орындап шегінуге дайындалды. Бірақ дәл сол сәтте Райнер титандарды лақтыра бастады. Сол себепті Эрен мен Микаса құлап түсті. Содан кейін олар 5 жыл бұрын аналарының өліміне себепші болған титанды кездестірді. Балалардың жағдайы өте нашар болғандықтан онымен Ханны шайқасуға шешім қабылдады. Бірақ Эрен бұл титанды өзі өлтіргісі келді. Алайда қолдары әлі қалпына келмегендіктен ол титанға айнала алмады. Сол кезде Ханнес титанды өлтіре алмай оның құрбанына айналды. Титан оны ұстап алып тірідей жеп қойды. Бұл көріністі көрген Эрен күйзеліске түсті. Бірақ Микаса оны сабырға шақырып есін жиғызды. Дәл сол сәтте оның қолдары қалпына келіп титан оған шабуыл жасаған кезде Эрен оны жұдырығымен ұрып жіберді. Өзі де аңғармай ол басқа титандарға осы титанға шабуыл жасауға бұйрық берді. Осы мүмкіндікті пайдаланып ол Микасаның қолынан ұстап қаша бастады. Бірақ олардың жолында Райнер тұрды. Сол кезде Эрен оған ашумен айқайлай бастайды. Осы арқылы ол тағы да титандарға басқа титанға шабуыл жасауға бұйрық берді. Нәтижесінде олар сәтті қашып құтылды. Эмир бұл мүмкіндікті пайдаланып Хисториямен бірге қабырғаға қайта орала алатын еді. Бірақ ол Райнер мен Бертольдтың досын жегені үшін өзін кінәлі сезінді. Сондықтан оларға көмектесіп, солармен бірге қалуды жөн көрді. Тіпті бұл оның өліміне әкелетінін түсінсе еді. Бұл операциядан кейін сарбаздардың жартысынан азы ғана аман оралды. Көптеген жауынгерлер Эренді қорғау үшін өмірлерін қиды. Сол себепті орынды сұрақ туындады. Оны құтқару үшін осыншама адам қырылатындай Эрен соншалықты маңызды ма? Кейінірек жараланған Эрвинге Ханджи мен Кони келді. Олар Конидің ауылында болған оқиғаларды зерттегендерін айтты. Әзірге нақты дәлелдер болмаса да, олардың ойынша олар шайқасқан титандар Конидің ауылының адамдары болуы мүмкін. Яғни олар осы уақытқа дейін титандарға айналдырылған адамдармен шайқасып келген. Бұл жаңалық Эрвиннің жүзінде күлкі тудырды. Себебі қаншалықты қорқынышты болса да, олар осылайша барлық құпияларға бір қадам жақындай түсті. Ал әрі қарай не болатынын біз 3-ші сезонда білеміз. Егер 3-ші сезонның шыққанын қаласаң, коммент жаз, лайк басып каналыма жазылуды ұмытпаңдар. Келесі видеода кездескенше.